Бүгін қайталау сабақтың екінші бөлімі. Бізде араб тілінде сандар туралы апта, ай, жыл, реттік сандар, ертегінде, әйелтегінде сандарды айту және сағат айтып үйрену. Бізде плейлист бар, сол плейлисттен сіздер қарап 3 сабақтың ішінде соларды оқып үйрене алсаңыздар болады. Және басқа бір сабағымызда араб тілінде түстер деген сабақ бар. Ол жерде ақ, көк, ақ жаңағыдай түстердің бәрі ертегінде және әйелтегінде және әйелтегінде қалай қолданады, ертегінде қалай қолданады, барлық сабақтар бір сабақта сол бар. Соларды оқып қайталап бір алсаңыздар, онда сіздерге жалпы сандар мен түстер туралы сізде артынан сұрақтар болмайды негізі. Бүгінгі сабағымыз қайталау. At-tadrib ath-thani 'ashar 12-ші сабақ. Абияду ақ, асваду қара, ахмар қызыл, асфар сары, азрақ көк, ахдар жасыл. Лауну туффахи ахмар. Алманың түсі қызыл. Лауну туффахи алманың түсі қызыл. Ат-туффахату хамрау. Алма қызыл, яғни ертегінде ахмар, әйелтегінде хамрау. Әйелтегінде хамрау. Асваду ертегінде, әйелтегінде саудау. Ахмар хамрау, асфар сафрау, азрақу зарқау, ахдару хадрау, абияду байдау. Түсінікте, әйелтегінде және ертегінде. Біздің плейлисттен ол туралы көп мағлұматтар бар. Мына жерде жай практика. Қайталау. Лауну шаджари ахдару. Ағастың түсі жасыл. Яғни лаун деген музаккар ғой. Сондықтан да ахдар дегеніміз музаккар ертегінде келіп тұр. Лауну шаджари ахдар. Ағаштың түсі жасыл. Түс деген сөздің өзі музаккар болды. Сондықтан да ол ертегінде келіп тұр. Лауну шаджари ахдару. Әс-шаджарату хадрау. Енді әс-шаджарату әйелтегіндегі сөз. Демек оған хабар ретінде біздер әйелтегін қолданамыз. Хадрау жасыл. Келесі. Лаунул байди абияду. Жұмыртқаның түсі ақ. Әл-байди жұмыртқа. Мудофун илейхи кәсірмен оқылады. Лаунул байди абияду. Әл-байдату байдау. Жұмыртқа ақ. Яғни әйелтегінде әл-байдату, оның хабары әйелтегінде ақ. Байдау. Лауну сайярати асваду. Машиналардың түсі қара. Ас-сайярати деген муаннас әйелтегі ғой. Неге біздер оған асвад деп қолданып тұрық десек? Жоқ, біздер ол лаун деген сөзге қолданып тұрық. Түсі. Ол машинаның түсі. Яғни біз түсті айтып жатырық. Ас-сайяра оған жаңағыдай түске мудофун илейхи болып тұр. Яғни қосылып тұр. Машинаның түсі ақ. Түсі біздің айтып тұрық. Ол музаккар ертегіндегі сөз. Лауну сайярати асваду. Машинаның түсі қара. Енді машинаның өзін айтатын болсақ, ас-сайярату саудау. Машина қара. Ол кезде әйелтегіндегі сөз хабары әйелтегінде қолданылады. Саудау. Қара. Дәл солай келесі. Лаунул джазари асфар. Сәбіздің түсі жасыл. Әл-джазарату сафрау. Сәбіз жасыл, яғни әйелтегінде. Лаунул куррасати азрақу. Дәптерлердің түсі көк. Әл-куррасату зарқау. Түсінікті. Келесі жаттығу. At-tadrib ath-thalith 'ashar 13-ші жаттығу. Оң жақ бағанадағы сөздерді, жартылай сөйлемдер, және сол жақ бағанадағы жартылай сөйлемдерді бір-біріне сәйкестендіріп құраймыз. Мысалы, фи худжратил қира'a. Оқу залында не бар? Сызықпен көрсетіп қойған. Мактабун кабирун. Үлкен үстел бар. Дұрыс. Мысалы, бәкрун яджлису. Бәкір отыр. Қайда отыр? Ала ямини худжратин жоқ, ол емес. Бәкрун яджлису
Халфал мактаби, дұрыс. Халфал мактаби, үстелдің артында. Дұрыс. Хуа яқрау, ол оқып жатыр. Ол нені оқып жатыр? Фил мусхафи шарифи. Мусхафи шарифті оқып жатыр. Дұрыс. Әл-мәтбаху қарибун. Кухня жақын. Қайда жақын? Min hujrati таами, дұрыс. Тағам бөлмесіне, ас бөлмесіне жақын. Дауратул мия, туалет, яғни әжетхана. Қай жақта? Ала ямини хужратин ном, яғни жатыр спальняның оң жағында. Түсінікті. Келесі, хәлил мәтбаху васиун. Екінші дәл осының екінші жаттығу, бірақ енді сұрақтарға жауап береміз. Сәйкес. Хәлил мәтбаху васиун. Кухня кең ба? Қалай жауап береміз? Наам, хуа васиун. Соңғы, наам, хуа васиун. Мада фил мәтбахи? Мәтбахта не бар? Адавату таам бар. Дұрыс. Айна сәлнатул мухмалат? Мусор лақтыратын шелек қайда? Қайда? Тақта хаудул маи. Дұрыс. Дәл солай толық жауап береміз өзіміз. Ат-тадриб ал-хамис ашр, 15-ші жаттығу. Мәсәл, ма лаунул мауз? Лаунул маузи асфар. Түсінікті ме? Яғни біздер бананның немесе заттың түсін сұраймыз да, және оны ол сұраққа жауап береміз. Мысалы, ма лаунул таматым? Помидордың түсі қандай? Түсі қандай? Жауап береміз. Лауну ат-таматым ахмар, қызыл. Егер әйел тегінде болса әйел, ертегінде. Бірақ біз лаун деген сөз қолданғаннан, ол ертегінде жауап беріледі. Түсінікті ме? Ма лауну ат-таматым? Лауну ат-таматым ахмар. Дұрыс. Ма лаунул хияр? Қиярдың түсіне қандай? Жауап береміз. Қиярдың түсі деп. Лаунул хияри ахдар. Түсінікті. Ма лаунул джубни? Сырдың түсі қандай? Жауап береміз. Лаунул джубни асфар. Ма лаунул саббурати? Тақтан түсі қандай? Лаунул саббурати ахдар. Яғни ахдар ертегіне жауап бердік. Неге? Өйткені лаун мудаккар ертегі. Ас-саббурату хадрау деп айтамыз, егерде әйел тегінде қолдансақ. Түсінікті. Хадихи фасолия. Бұл фасолия. Қалай жауап береміз? Оның түсі лаунуха хадрау. Оның түсі жасыл деп жауап береміз. Таматым, помидор. Оның түсі қандай? Лаунуху, ху деп ертегінде болса. Ахмар деп жауап береміз. Дұрыс. Әснәнун, тістер, тісіне ол ертегінде болады. Көпшілік. Егерде ертегіндегі сөз жаны жоқ, жансыздар, яғни адам емес болатын болса, және ол көп шілік неде келетін болса, жама. Ол кезде ол муаннас болып есептенеді. Әйел тегіндегі сөз болып есептенеді. Мысалы, синнун ол бір ғана. Әснәнун бірнеше тістер. Демек ол лаунуха, оның түсі қандай? Байдау, ақ. Маузатун не? Бананы. Бананың лаунуха, егер әйел тегінде лаунуха, ертегінде лаунуху. Дұрыс. Захриятун лаунуха, гүлдің түсін жазамыз. Сабуратун лаунуха, гүлдің түсін, тақтан түсін жазамыз. Түсінікті. Келесі жаттығу ат-тадрибу ас-садис ашар, 16-шы жаттығу кәуініл калимат. Келесі жақшаның ішінде, яғни төрт бұрыштың ішіндегі әріптерден сөздер құрастырамыз. Мысалы, ха, жим, қаф, ра, әлиф, хамза, ба, мим, лам, вау, фа әріптер. Мысалы, қандай сөз қолданамыз? Харам деген қолданамыз. Сосын деп қолданамыз? Мәктабун деп қолданамыз. Дұрыс. Раффун, яғни бірнеше сөздерді жазамыз. Бос орындардың бәріне осы әріптерді қолданып сөз құрастырамыз. Ат-тадриб ас-саби ашар, 17-ші жаттығу. Әжіп сұммақтып, келесі сөйлемге, сұраққа жауап бер дейді. Кейін оны жаз дейді. Яғни сұрағында жаз, өзінің жауабында жаз. Айнал бейту я Мухаммаду? Үй қайда, ей Мухаммад? Жауап береміз. Әл-бейту фи деп жауап береміз. Кам ижару хадал бейт? Бұл үйдің арендасы қанша?
Жауап береміз. Кәм хужратан фил бейти, кәм хужратан фил бейти. Үйде қанша бөлме бар? Хәл фил бейти хужратун лил истиқбали. Үйде қонақ күтіп алатын бөлме бар ма? Жауап береміз. Наам, немесе ла деп кейін толық сөйлемді. وماذا في حجرة الاستقبال وهل في البيت حجرة للمكتب وماذا في حجرة المكتب هل في البيت حديقة وهل الحديقة كبيرة أين حديقة البيت هل هي حول البيت وهل حولها سور. Түсінікті, бұл сөйлемдердің сұрақтар сіздерге белгілі. Сұрақтың өзін жазамыз және жанына жауап жазып кетеміз. Сол арқылы біздер сұрақ қойып та үйренеміз және жауап беріп те үйренеміз. Және алдындағы өткен қағидалардың барлығын қайталаймыз. Түсінікті, бұл сабақта біздер түстерді өттік. Алдыңғы сабақтарда сандарды өттік. Түстерді әйел тегінде, ер тегінде, шәмсия, қамария, ер тегі, әйел тегі, сосын біреу, яғни екілікке өткізу және көпшілікке өткізу, ер тегінде, әйел тегінде. Жалпы осы сабаққа дейін біздер бірнеше қағидалар, тақырыптар өткен болатынбыз. Оны әлде де қайталап сабақ жалғастырамыз.